Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы жанындағы ресурстық тіл орталығы және Николай Васильевич Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының ұйымдастыруымен қазақ әдебиетінің алдаспаны қаламгер Мұхтар Мағауиннің 85 жасына орай қаламгердің шығармашылығына арналған подкастымызды бастаймыз. Сіздермен бірге біз Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы жанындағы ресурстық тіл орталығының оқытушылары Дана Бақытқызы және Махаббат Дүйсен. Бүгін біз қаламгердің 1990 жылдардан кейінгі жарияланған романдарына тоқталатын боламыз. Жалпы 90 жылдардан кейінгі шыққан романдар қатарына біз 91 жылы шыққан Сары қазақ романын, Шыңғыс хан 2010 немесе 2011 қателеспесем. Одан кейін біз мен мемуарлық романын мысалға келтіре аламыз, және 2007 жылы шыққан бүгін талдайтын Жармақ романы. Жалпы Жармақ романы бұл бізде Иман Қазақбайдың қолжазбасы негізінде жазылғанын білеміз. Туынды басында негізі бұны қаламгер оқшау эпизод ретінде айтып өтеді ғой. Таныстырып айтып өтеді осы қолжазбаны. Бұл негізінде Иман Қазақбайдың Қилы тағдырлар деп аталған қолжазба нұсқасы. Оны роман атауын ең алдымен жазушы кейін Жармақ деп ауыстырады. Бастапқы кіріспе тарау автордікі, бірақ қалғаны өзгелері, яғни Иман Қазақбайдың өзінікі. Жалпы бізде жармақ деген сөздің өзі ұсақ, бақыр тиын деген мағынаны береді екен. Соның өзінде бір терең астар жатқан секілді, себебі қазақтың жалпы ұлттың ұсақталғаны деген мағынаны келтіргенде, астыртын бір ой жатқан секілді, осы мағынада. Өзің оқығанда осы романды қандай әсерде болдың? Жалпы Жармақ романын оқығанда ойға келген бірден бір ерекшелік бұл стильдік ерекшелік деп айтар едім. Стильдік жаңашылдық деп айтар едім. Жалпы Қазақстандағы белең алған күрделі мәселелерді қамтыған сондай бір шығарма. Романның басты жаңалығы бұнда екіге жарылу. Бас кейіпкер жаңа Қазбеков Мұрат, бұл жаңағы қазақы болмыстағы тарихшы, қарапайым ұлттың мүддесін жоқтаушы деген сияқты, мүддесін көтеруші деген сияқты. Ал екінші кейіпкер бұл бізде екінші жармағы оның. Жармағы. Бір адам бірақ екіге бөлінген. Екінші жармағы ол бізде Қазбеков Марат. Бұл Мұратқа қарама-қарсы бейнеде келеді, бай, саясаткер, дәулетті бизнесмен қалпында. Мақсаты тек атақ, мүдде, даңқ деген сияқты. Яғни бір тән болса да, екеуінің жаны, ішкі қалауы, мақсат, мүддесі мүлде басқа. Бір-біріне ұқсамайтын. Мұнда жаңағы қаламгер менің ойымша мұнда ескі ойдағы және жаңа ойдағы қазақты бір-біріне жаңағы қарсы келтірген сияқты, ойларын бір-біріне қарсы көзқарас келтірген сияқты. Егер мұндай жаңа мен ескі арасындағы қақтығыс белең алса, онда ұлтқа зиянын тигізетінін айтқысы келген сияқты қаламгер. Мұнда түрлі әлеуметтік мәселелер қозғалған. Мысалы, отбасыдағы мәселе, Мұрат пен оның әйелінің арасындағы мәселе, қарапайым жаңағы суып кеткендік, отбасы арасындағы бір-біріне қолдау көрсетпеу, бір-бірінің мақсатын құрметпау, бір-бірінің жаңағы жолына, ғылыми жолға мысалы әйелі құрмет көрсетпеді деген сияқты, Мұраттың өзіндік жолды таңдады деген сияқты. Осындай қарапайым отбасылық, әлеуметтік мәселелерден ұлттық мәселеге дейін жеткен, ұлттық мәселелерді қозғаған сондай бір роман деп айтар едім. Түрлі әлеуметтік мәселелер қозғалғанымен, бірақ бірінші кезекте бұнда саяси мәселе алға шыққан секілді. Себебі романда Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңі сипатталады. Уақыт пен кеңістік үлкен рөл ойнайды. Бұнда бізде неше түрлі қалай айтсам, бұл детальдар арқылы бұл көрінеді. Бұнда бізде нанның қымбаттағаны, тіпті сабынның таусылғанына дейін, гиперинфляция жайлы айтылады, ақшаның құнсыздануы туралы. Яғни ақшаның құнсыздануы сондай-ақ бір қымбатшылыққа алып келген, ауыздықтауға болмайтын қымбатшылық туралы жазылады. Яғни оқырман есіне демейміз, енді күнделікті көріп жүргендіктен ол қайта есіне бір салғандай болады. Ал енді жалпы Жармақ романы бұл постмодернизм үлгісінде жазылған шығарма деп айтар едік.
жалпы бізде бір қандай да бір тың жанр енсе, тың бір стиль енсе, оның бәрін бізде бүгінде постмодернизм деп атау. Постмодернизм ғой деп атай салу негізі сән болып кеткен сияқты. Қазіргі таңда жалпы ғылымдағы трендтегі бір не деп айтсақ болады. Ғылыми постмодернизм жалпы термині өте терең алып кетіп жатыр. Роман түсініксіз бола ма, ол бірден постмодернизм болып кетеді. Жаңағыдай сюжеттік бір қалып болмаса, өзіміз үйреніп қалған бір қалыптан стандарт болмаса, онда бірден біз постмодернистік шығармаға жатқызамыз, Шығармадағы, енді жармаққа оралайық жалпы. Шығармадағы ерекшелік бұл тұлғаның жаңағы екіге жарылуы, фантастикалық, ақылға сыймайтын мүлде, біз бұрын фильмдерде көріп жататын едік қой, тұлғаның екіге жарылуы деген сияқты. Осы транс жүйенің, транс құбылыстың қазақ әдебиетіндегі шығармаға енгізуі, қазақ әдебиетіндегі шығармада бір осы оқиға желісінде дамуы бір өзгешелік болған секілді. Екіұдай қалыпқа түскені бас кейіпкердің. Ондай жаңағы өз ойымен арпалысу, екі ұшты ойлы болу, ол әр адам басында кездесетін сияқты. Мен де басынан, мүмкін сенің де басынан ондай кездер. Мен де басынан өтті, себебі мысалы оқу бітіргеннен кейін адам сатқалақтап қалады ғой. Қай тарапқа барарын қай тарапқа барарын білмей, осы екіұдай қалып ода түседі. Қайда барам, не жұмыс істеймін, кімменен шығады деген сияқты екі жақтылық бәрібір болады. Дегенмен де Жармақ романдағы екіұдай қалып ол қарапайым адамда болатын қалыптан әлдеқайда ауқымдырақ. Бұндағы әлеуметтік мәселелер де әлдеқайда ауқымды қозғалған. Бұнда бізде енді туған екіге жарылу процесін айтатын болсақ, бізде енді ол фантастика ғой, бірақ фантастикамен қатар бізде психологизм де қозғалады. Енді Мұхтар Әуезов айтып кеткендей, прозаға психология араласпаса, өзгенің бәрі сылдырсу. Сол себепті бізде психологизмнің араласуы бұнда енді өте заңды. Бірақ біз қанша жерден Жармақ роман, тың роман дегенімізбен, жаңалыға келген роман дегенімізбен тұлғаның екіге жарылу процесі ол бізде баяғыдан кездеседі. Үлгілері қалыптасқан. Ол соның 20 ғасырдан бері кездеседі. Бізде психологизмді жалпы Жүсіпбек Аймауытұлы әкелді дейміз ғой. Жүсіпбек Аймауытұлы, Мұхтар Әуезов, Мағжан Жұмабайдың туындыларында да ол кездеседі. Қаралы сұлу болсын, Шолпанның күнәсі, Ақбілек. Сол романдарда да негізі терең психологиялық талдаулар жатыр. Ақбілектің жаңағы екіұдай күйі де мысалы сезімдермен арпалысы да. Сонау арыға барсақ та екіұдай қалып Ақбілектің басынан да өтеді. Бұдан негізінде кішкене бері қарайтын болсақ, бізде тұлғаның екіге жарылу процесі анық сипатталған. Ол бізде Төлен Әбдік. Төлен Әбдіктің оң қол және Парасат майданы туындыларында осы адамның екі жақты ойлауы, бұл енді психологиялық тіпті соңында ауытқуға да әкеледі ғой. Парасат майданында оның бәрі қалай айтсақ болады, есінен алжасқан деп санап кетеді ғой түбінде. Бірден көзге түсетін осы тұлғаның екіге жарылуы осы романдарда, осы шығармаларда деп айтар едік жалпы. Бұл басы жаңағы түбі негізі бар деп қазақ әдебиетінде бар, қалыптасқан осы неде, бірақ өзінше дамытқан, оны өзінше басқа бір соқпаққа алып келген, басқа жолда дамытқан, ұлттық мүддемен қосып жаңағыдай ұлттағы проблемаларды алып келіп бір адамның басына жаңағы неге бағыттауы, бұл ерекшелік деп білеміз енді расымен де. Жалпы психологизм деп айтып кеттің ғой жаңа өзің. Әр шығармада расымен де психологиялық тұстар, кейіпкердің психологиясы деген ол әр шығармада болу керек дүние деп айтсақ болады. Ал енді Жармақ романындағы психологиялық жаңағы кейіпкерлердің психологиясына назар аударсақ, тұлғаның екіге жарылу процесі қай уақытта басталды жалпы осы не. Бұнда енді бізде бас кейіпкер Мұрат Бейсенұлы кім деген сұраққа тоқталайық. Осылай жалпылама екіге бөлетін болсақ, Мұрат кім, Марат кім деп қарастыратын болсақ, Мұрат бізде кандидаттық диссертациясын қорғаймын деп жүрген тарихшы, қарапайым, жетекшісі оның ақсақал профессор, оның есімін ақсақал деп береді. Ол өзі қорғағысы келген тақырыпта сол ұжымдастыру кезеңдегі ашаршылық мәселесі болады. Елдің жаңағы қиын кезеңдерді соны сипаттап, соны көрсеткісі қанша жерден ол тақырып жаңағындай тақырыпты шығаруға, сол тақырыпта сөз қозғауға қиын болса да, бірақ осы жолды Мұрат өзіне мақсат етіп ұстанды. Бекініп жүрді, ашаршылықты, бекініп жүрген тұсы еді, бірақ өкініштісі, жаңағы ғылыми жетекшісі, ұстазы бар, жаңағы сенім артып жүрген кісі ақсақал қайтыс болғаннан кейін оны қолдайтын ешкім болмады.
одан Иә. кейін жаңағы ақсақалдың шәкірті, иә, қарасақал, оған жаңағы ұжымдастыру кезіндегі ашаршылық мүлде ескі тақырып, Иә. сен өзіндік бір жолдан адастың, Иә, саяси теріс, саяси сауатсызсың деген пікір айтып, иә, иә. кәдімгідей оның теріс ықпалдағы, теріс иә. көзқарастағы тақырып деп бағалайды бұны. оның кәдімгідей мақсатын мұқалтып тастады деп айтсақ Мгм. та болады, иә, осы қарасақал. Жалпы осы ақсақал, қарасақал деп беруінде де бір мән жатқан сияқты менің Иә, ойымша, профессорлардың. есімдерінде, иә. Біз ақсақал деп егде тартқан әр кісіге айта бермейді ғой жалпы қазақта. Қарасақалдың да мысалы Мұратқа бізде қазақтың тарихы 1917 жылдан кейінгі Октябрь революциясынан кейін басталды. Оған Оған дейін дейін. халық сауатсыз, жабайы болды, ұқтың ба деп тұрып Тағы түсіндіреді халық ғой. болды ғой деп солай айтады ғой, Иә, иә. сондай ол кезде бұл тың көтеру, сол баяғы кеңес үкіметінің рамкасында қалған тақырыптарды ұсынады. Иә, бірақ Мұрат ол тақырыпта мүлде жаңағындай диссертациясын қорғағысы келмейді, ол тақырыпта өзіндік жаңағы мақсатымен кеткісі келеді, екіұдай күйге түседі, қай бағытта Бұл жерде жазамын деген Мұраттың сияқты. ғылыми бағыты және екінші бір тарап ол оның сүйіктісі Балжан, иә. Тағы да екіұдай Иә, қалыпқа түсетін. тағы да осы тұстан басталады негізі екіұдай қалыпқа түсу. Яғни Балжанмен ол үйленгісі келеді. Және бірақ та Балжан мысалы қазақ тілді оқыды, қазақ тілді оқу орнын бітірді және ол орыс тілінде жұмыс таба алмайды деп уайымдайды. Алматыда, иә. Екеуміз бір жалақыға өмір сүре алмаймыз деп ойлайды. Мен қарапайым ғана ғылыммен айналысушымын. Екеуінің күнкөрісі қалай болады егер ол ғылыммен айналысамын десе, жалпы өмір ары қарай қалай болады деп ойлайды ғой. Ауылға барып, иә, біраз жалпы қор жинап қайтуды да ойлайды, иә. Бірақ сөйтіп екеуі аттанады ғой жаңағы. Ауылға бару, бармау деген мәселе олардың ауылға билет алып қояды ғой, пойызға барар, вокзалға жалпы барардан бір күн бұрын қатты Мұрат ойға түседі. Барам ба, бармайым ба деп. Тағы да сол ой, тағы да сол шым-шытырық. Ауылға барсам қарайып қалам деп ойлайды. Иә, қарайып қалам. Ғылымнан нетіп келем, күнделікті жаңағы күйбең тіршілікке салынып кетем деген ой шығар бәлкім. Иә. Сөйтіп екеуі пойызға жаңағы пойызбен барып жаңағы ауылға аттанбақшы болған кезде, осы кезде осы тұста тұлға екіге жарылады. Түнде ма, қалай қарастырсақ болады. Бұл енді мысалы Балжанмен, оның жармағы Балжанмен ауылға кетті, ал Мұрат өзі қалды. Иә, осы тұста ол бөлініп кетті десек болады. Осы тұста тұлға екіге жарылды жалпы. Мұраттың жармағы Марат жайлы айтсақ, иә. Мұраттың енді әуелдегі мақсаты түсінікті болды. Ол жалпы қазақ тарихын барынша шынайы етіп жеткізгісі келді. Ал оның жармағы Маратқа не керек? Қызығушылық болмады ода ғылымға деген жаңағы. Ода ғылыми атақ алғысы келді. Атақ алғысы келді, иә. Онымен қоса ол билікті қалады, яғни осы ғылыми атақ арқылы ол саясатқа араласуды бәлкім көздеген болар. Және де ғылыми атақты өзінің жармағы арқылы алғысы келді ғой, жаңағы оған жазғызып, оған ақша ұсынып, қаламақы ұсынып, сөйтіп ғылыми шенді алғысы келді. Иә, бұнда Мараттың өзі айтады ғой, яғни заман басқа, қазақ басқа, қазақта болашақ жоқ, біз заманға қарай ыңғайласуымыз керек деп саясаттың қолшоқпарына айналған секілді солай ойлау арқылы ол. Осы нелерінен, иә, сөздерінен аңғара аламыз жаңағы билік барысында айтқан нелерінен, пікірлерінен деген сияқты, иә. Тіпті мысалы кеңес үкіметі құлады, Марат Балжанмен өмір сүруде, бірақ келешек ол саясатқа араласқаннан кейін де мына мәселелерді қозғайды ғой, мысалы кеңес үкіметі құлағаннан кейін әр жаққа бытыраған ұлттарды өз елдерінде қабылдамау, иә, оларға кулак, келгінші, казақ деп мазақтайды деп, оларды қайтарайық, оларға жәрдемақы берейік, оларға үй алуға көмектесейік деп өзге ұлттың сөзін сөйлеуі, бұл жерде оның қазаққа жаны ашымауы, бірінші кезекте қазаққа жаны ашымауы, қазақтың болашағына сенбеуі, ұлттық мүддені құптамауы деген сияқты. Яғни екі жармақтың арасындағы бір қарама-қайшылық, қақтығыс та осы тұста орын алған сияқты, иә, осы тұста басталған сияқты. Шынымен де ескі қазақ пен жаңа қазақтың көрінісі осы тұстан көрінеді. Осы пікірден аңғара аламыз, иә. Енді кейіпкер психологиясын жаңа айтып кеттік, тоқталдық, Мұрат пен Маратты салыстырдық. Бұл Мараттың бейнесі ол жалпы екіге
екі түрлі ойлау ол біздің тәуелсіздіктен кейінгі билік басына келгендердің жағдайын сипаттайтын сияқты. Сол арқылы берген сияқты осы Мгм. бір кейіпкер арқылы, иә, Иә. сол кезіндегі күйді. Енді біз детальға да детальді айтпай кетпеске болмас. Деталь, динамика динамика тудырушы, тудырушы, оқшау эпизодтар. ол әрине жарық, иә. Динамика тудырушы, иә, жалпы қозғаушы күш бізде жарық. Жармақ, мысалы, Мұрат көп жыл өткеннен кейін өз әлі де сол тақырыбымен, тарихи тақырыбымен айналып жатқан уақытта ол қараңғы бөлмеге, яғни ас бөлмесіне кетіп бара жатады ғой, сол уақытта ол құлайды, жарық сөнеді, иә. Бір жарық емес, бірнеше шамдар, жаңағындай сондай бір қалыпқа түседі. Бұл жай ғана электр шамының несі емес, жарық емес, бұл мүлде фантастикалық ерекше бір күйге ауысу ма, трансформация сияқты ғой. Иә, ол мысал ретінде оқысақ болады. Мысалы, біздің қолымызда қазақ альманахы кітабы. Осы жерде үзінді келтірсек болады. Қазақ альманахы, қазақ мұңы дейді. 2010 жылы шыққан. Иә, мұнда бізде жармақ енген, иә, тек. Үзінді келтірсек болады осы жерден. Жарықтың сөнуіне қатысты деталь қалай шығармада көрініс табатын. Иә, мында жазады. Білте, шам сияқты жалп еткен жоқ жарық. Жарықтың өзінің сөнуі басқаша көрінді. Электр шамына тән үйреншікті жөнмен жарқ еткен де жоқ. Әлде бір тылсым күш жалмап жұтқандай, шыңырауға, тұңғиыққа батқандай дымсыз жоғалған. Бірден түпсіз түнек орнады. Иә, шынымен де электр шамына ұқсамайтын басқаша жарық, иә. Басқаша жарық. Бұл осы жарық оларды басқа күйге әкелді, Мұратты жаңағы басқа қалыпқа әкелді десек болады. Бір ғана шам арқылы, бір ғана жарық арқылы, өзге күйге осы арқылы ауысты ғой, жалпы, иә. Жақсы, енді тағы да бір деталь бар бұл тұста. Ол бізде Марат өзі жазады ғой. Мына жерден таба алмайтын шығармын, иә. Жақсы. Бұл бізде Мараттың айтуынша монографиялық әдеби еңбек шыққанда небәрі бір ғана әріп өзгереді дейді ғой, иә. Сен жаз, мен атыммен шығарайық дейді ғой Марат. Иә. Сонда о мен, яғни ұлттық біздің о әріпімен халықаралық а әріпі ауыса салады. Бұнда да бізде бір терең мән астыртын мағына бар, иә, мән жатқан секілді. Себебі бізде Мұраттағы қазақылы, о әріпі бар Мұрат, ол қазақылыққа жақын болса, Мараттың көздегені енді ұлт мүддесі емес еді. Ашық айтқанда. Өзінің ғана қалтасы, өзінің атақ даңқы еді, иә. Мұхтар Мағауиннің Қазақсыз Қазақстан деген мақаласы бар ғой. Жалпы осы жармақтағы бүкіл мән ол мақалада да жатқан сияқты негізі. Романның жүгін арта ма білмеймін, енді ол үйтіп толыққанды айта алмаймын, дегенмен осы мақаламен жармақ ұқсас қатты. Қорытындылайтын болсақ, иә, біз енді екі кейіпкерді салыстырдық өзара, жаңа қазақ пен ескі қазақтың бейнесін салыстырдық, деталь, оқшау эпизод болсын, динамика тудырушы күштерді айтып өттік, иә. Жармақ романына негізінде көптеген ғылыми зерттеулер мен талдаулар жүргізілді шыққаннан кейін. Оны сынағандар да көп болды, себебі жармақ романы көркем прозадан гөрі ода публицистикалық стиль басымырақ деп сын артқан болатын. Иә, көркем прозаға жатпайды, публицистикалық сарыны басым деп мен өз басым көп оқыдым. Алайда жазушы Геральт Бельгердің Мағауинге қатысты осы жазғанында жармақ романы толғаныс, ол роман эссе, роман тартыс деп бағалайды. Шынымен де қанша жерден бұл публицистикалық стиль сарыны басым дегенімізбен ол біздің жанды жерімізге тиді. Ұлттық рухты көтере білген. Ұлттың проблемасын ашып айтқан, мәселелерді жеткізе білген. Бір ғана кейіпкердің басында, соның айналасында қаншама тағдырларды, қаншама халықтың, ұлттың жүгін артқан бір. Шынымен де ұлт жүгін артқан, сондай бір роман болды, расымен де. Ұлттық рухты оятатын роман болды, түсіне білген адамға, расымен де. Жақсы, біз жармақ романын өзімізше талдадық, талдауға тырыстық. Енді келесі кезекте бізде Мағауин әлемі бейнероликтер топтамасы осы ақпан айы бойы жүріп жатыр. Келесі бөлімде жолыққанша қош сау болыңыздар. Бүгін біз сіздермен жазушы рухына терең үңіліп, Мұхтар Мағауин шығармашылығын талдап,
оны ортаға салдық. Олай болса, біздің кітапхана қорында жазушының ұлт әдебиеті мен мәдениетінің бай қазынасы болып саналатын 26 томдық шығармалар жинағы бар. Мұхтар Мағауин қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі, зерттеуші, жазушы, тарихшы. Мұхтар Мағауиннің 26 томдық шығармалар жинағы ұлт руханиятының алтын қазынасы. Бұл еңбектерді оқу арқылы біз халқымыздың тарихын, мәдениетін тереңірек түсініп, ұлттық санамызды жаңғырта аламыз. Бұл құнды жинақтар қазақ халқының әдеби, тарихи, мәдени жадының көрінісі. Мағауин шығармашылығы арқылы біз өткенімізді танимыз, бүгінімізді саралаймыз, болашағымызға бағдар жасаймыз.